Такой власти не было ни у Сталина, такой власти не было и ни у Брежнева. Думаю, будет лучше, если вы немедленно откажетесь от президентства. Искренне, Заманбек Нуркадилов. 90-шы жылдары Нұрқаділов Қазақстандағы ең маңызды және белгілі саяси қайраткерлердің бірі. Сол кезде Астана болған Алматы қаласының әкімі болды. Нұрқаділов сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың досы және одақтасы болды. Оған жоғарғы кеңесті таратуға және осылайша реформалар жүргізуге көмектесті. 2000-шы жылдардың басында Нұрқаділов оппозицияға көшті. Ол өзінің бұрынғы досын билікті басып алды деп сынады. Кең таралған жемқорлықты айыптады және сол кездегі ел басшылығының ең қауіпті қарсыластарының бірі болды. Осы видеода ол туралы сөз өрбітпекпіз. Егер осы видео сізге ұнаса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыздар. Заманбек Нұрқаділов 1944 жылы сол кездегі Алматы облысында дүниеге келген. Майданда қаза тапқан әкесінен ерте айырылып, анасы ұлын жалғыз өсірді. Заманбек университетті бітіргеннен кейін құрылыс жұмыстарына кірісті. 1973 жылға қарай құрылыс монтаж басқармасының бастығы қызметіне дейін көтерілді. Дәл осы қызметте Дінмұхамед Қонаев оны байқап қалып, сол кездегі әкімдікке жұмысқа шақырды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Заманбек Нұрқаділов сол кезде Астана болған Алматы қаласы әкімі болды. Нұрқаділов бір кездері елді демократиядан алшақтатқан қадамдар жасап, Назарбаевқа көмектескеніне өкінетінін бірнеше рет мәлімдеген. Сол көмегі 1993 жылы парламенті тарату еді. 93 жылы қаңтарда тәуелсіз Қазақстан өзінің алғашқы конституциясын қабылдады. Оның көмегімен жоғарғы кеңес таратылды. Жоғарғы кеңес Қазақстанның сол кездегі парламенті еді. Сол жылы 13 желтоқсанда жоғарғы кеңес өзінің таратылғанын хабарлады. Жоғарғы кеңес өкілеттілігі президенттің өкілеттілігіне сай болды деген пікірлер айтылады. Сол кезде Назарбаев адал серіктерінің бірі болған Алматы әкімі Заманбек Нұрқаділовтың ықпалымен Алматы қаласы Алатау аудандық кеңесі өзін өзі таратқанын жариялап, елдегі басқа жергілікті кеңестерге де осындай үндеу жасады. Көп ұзамай басқа кеңестер де сол жолды ұстанды. Нәтижесінде жоғарғы кеңестің өзін өзі таратудан басқа амалы қалмады. Vox Populi басылымының мәліметінше, 1994 жылы маусымда Алматыда еліміздің оңтүстік облыстарына көрші Өзбекстаннан келетін газ тоқтатылды. Нұрқаділов премьер-министрден көршілес билікпен келіссөздерді дереу бастауды талап етті. Ақыры ол жерге өзі де барды. Газ беру қалпына келтірілді. Болат Әбілов 1994 жылы шілдеде Нұрқаділовпен кездесу ұйымдастырып келгенінде оның көңіл күйі жоқ екенін есіне алады. Оған Назарбаевпен жанжалы себеп болған. Заманбек Құлыбайұлының премьер-министр Терещенкомен қарым-қатынасы нашар болды. Сол күні таңертең Заманбек Сергей Александровичпен тағы да сөзге келген. Анау болса әңгімені жазып алып президент Назарбаевқа жіберді, дейді саясаткер. Назарбаев Әбіловтің айтуынша Заманбек премьер-министрмен жанжалы үшін ашуланған. Ол оған телефон соғып ұрысқан. Саясаткерлер ымыраға келе алмады. Президент Нұрқаділовті әкім қызметінен кетіремін деп қорқытты. Көп ұзамай 1994 жылы 20 маусымда Нұрқаділов шынымен де Алматы қаласы әкімі қызметінен босатылды. Әкім қызметінен кеткеннен кейін Нұрқаділов уақытша оппозицияға өтті. Мәжіліске депутат болып, ондағы билікті белсенді сынай бастады. 1-2 жылдан кейін оның депутаттық мансабы аяқталды. 1997 жылы мәжіліс Астанаға көшіріліп, Заманбек Қалабайұлы ол жаққа барудан бас тартты. Көп ұзамай Алматы облысының басшысы болып тағайындалды. 2001 жылы Алматы облысының әкімшілік орталығы Талдықорғанға көшірілді. Заманбек Қалабайұлы Алматыдан көшуге тағы да бас тартты. Ол қалада орналасқан төтенше жағдайлар жөніндегі агенттіктің төрағасы болып тағайындалды. 2004 жылы 11 наурызда ол осы лауазымда президент Назарбаевқа өзінің әйгілі ашық хатын жазды. Ол баспасөз маслихатын өткізіп, Назарбаевты қатты сынады. 1,5 сағат сөз сөйледі. Ол мемлекет басшысын жемқорлық, билікті асыра пайдаланды, монархия орнатты деп айыптады. 2 күннен кейін 2004 жылы 13 наурызда төтенше жағдайлар агенттігінің төрағасы қызметінен босатылды. Бұл туралы бақ өкілдеріне Даниал Ахметов хабарлады. Письмо господина Нуркадилова – это грязная ложь, которая свидетельствует о безнравственности этого человека, о его грязной совести и низкой морали. Нұрқаділов шулы мәлімдемелер жасауды жалғастырды. Ол биліктің жоғарғы эшелондағы жемқорлықты дәлелдейтін көптеген материалдары бар екенін айтты. Назарбаевтың 2005 жылғы 1 мамырда Алматыға келгенін білген Нұрқаділов президентпен көпшілік алдында пікірталас өткізу үшін алаңға шығатынын айтты. Кездесу болмады. Алаңға келген саясаткерді мінберге шығаруға рұқсат бермей, сол жерден кетуге мәжбүр болды. 2004-2005 жылдар аралығында Нұрқаділов белсенді оппозициялық қызметпен айналысты. 2005 жылы 4 желтоқсанда Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы өту керек болатын. Нұрқаділов президенттік сайлауға ұсынылмады.
Сайлаудың алдында Нұрқаділов Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі, сол кездегі белсенді оппозиционер Әкежан Қажыгелдинге хат жазды. Хабарламада Нұрқаділов дауыстар ұрланады деген болжам айтты. Алаяқты орын алса, Алматының орталығында адамдарды жинаймын деп уәде берген екен. Сайлауға 3 апта қалғанда 12 қарашада Заманбек Нұрқаділов өз үйінде 3 оқ тиіп қайтыс болды. Екеуі кеуде тұсынан және бірі басынан табылды. Нұрқаділовтің 2 үйі болған. Сол күні оның туыстары бір үйде, Нұрқаділов басқасында болған екен. Сол кезде оның жұбайы болған Мақпал Жүнісова оны кешкі асқа шақырған кезде ол келмей, оған кірмеуге бұйырыпты. Өлімге әкелген атыстар оның кобальт револьверінен атылған. Мақпал Жүнісова бөлмеге кіріп, оның денесін көргенін айтады. Бірақ біраз уақыттан кейін жесірінің сөзінше полицияға хабарлаған кезде біреу оның денесін жылжытып, үстінен матамен жауып, қасына тапанша қалдырып қойған. Өлімнің ресми нұсқасы өзін-өзі өлтіру деп жарияланды. Саясаткердің туыстары мен серіктестері бұл нұсқаны қабылдамай, Нұрқаділов өлтірілді деп сенеді. Человек был застрелен кем-то, кто-то это заказал.